Сізді жарыңыз, өмірлік серігіңіз жақсы көруін қалайсыз ба? Ондеше осы тағамды міндетті түрде әзірлеңіз. Сәлем достар, қыздар, әпке-сіңілдерім. Бүгін қойдың құйрық майын тұздайтын боламыз. Қыс айларында жігіттеріміз аң аулауды, балық аулауды ұнатады. Сол кезде азығына ет асып, қасына осындай қойдың құйрық майынан жасалған деликатесті қосып беріңіз. Бізге осы деликатесті жасау үшін қойдың құйрық майы, сарымсақ, лавр жапырағы, тұз, қара бұрыш, кориандр, қызыл бұрыш және де паприканың 2 түрін алдым. Құйрық майымызды осылай сәл турап, жарты сағат тұзды суға қайнатып алатын боламыз. Құйрық майымыз қайналып жатыр. Лавр жапырағы мен кориандр бұрыштарын аламыз. Және де тұз саламыз. Тұзды енді өздеріңіз байқайсыздар. Дәміне байланысты. Міне достар, құйрық майымыз қайнап дайын болды. Енді сәл суытамыз. Тұзды сәл үлкенірек ыдысқа салдым. Енді кезекте сарымсақтарымызды тұзбен араластыратын боламыз. Енді достар, осылай араластырып аламыз тұзымызды. Және де мына қызыл бұрыштарды бір-біріне араластырамыз. Дайын болған құйрық майымызды кесеміз. Кесіп дайындап аламыз. Міне осындай алып турап алдық. Тұзға ұнататын боламыз. Жақсылап отырып тұз жағамыз. Міне тұздадық, енді осыны бір күнге қоямыз. Міне құрметті көрермен, дайын болған құйрық майымызды паприка бұрышына аунататын боламыз. Енді осы майымыздың туралған күйінде көрсететін боламыз сіздерге. Құрметті достар, деликатесіміз дайын болды. Менің каналыма лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен үшін ол өте маңызды және мені шабыттандырады. Келесі кездескенше еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Сау болыңыздар, ас болсын.